Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте нәзік әрі дәмі ерекше шоколадты пирог пісіретін боламыз. Оған ең алдымен жұмыртқамызды, қантымызды араластырып, және үстіне қаймағымызды қосып араластырып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді ұнымыз бен қопсытқышымызды бірге қосып, қалған массамызға құямыз және тұзымызды себеміз. Енді какаомызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымызға және ванилин қосамыз. Енді кофе дайындаймыз. Ол пирогқа өте ерекше бір дәм береді. Формамызға осылай қамырымызды құйып аламыз. 180 градус қызып тұрған пешке жарты сағаттай есігін ашпай пісіріп аламыз. Енді пропитка жасаймыз. Оған сүт пен сгущенканы араластырамыз. Енді пирогымыз пісті. Оны осылай қалпақшасын алып тастап, оны кейін безендіруге алып қоямыз. Енді пропиткамызды осылай құйып шығамыз. Майдаланған жаңғақтарды бетіне сеуіп шығамыз. Және қалған пропитканы осылай үстіне құйып шықсақ та болады. Енді пирогтың бетінен қалған бөлігін осылай үгітіп бетіне қойып шығамыз. Бетіне қалған жаңғақтарды қойып шықсақ болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, ауызда ерейтіндей және дәмі де өте ерекше, тәтті болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.